Екінші нұсқаның бірінші есебі. Тіктөртбұрыштың қабырғалары 8 және 11 сантиметр. Осы тіктөртбұрыштың ұзындығымен шамалас және ұзындығы 4 сантиметр болатын тіктөртбұрыштың енін табыңыз дейді. Тіктөртбұрыштың сәйкес әрқайсының диагоналдары жүргізілген бұл фигуралар тең құрамдас бола ма? Жауапты түсіндіріңіз дейді. Енді бізде екі төртбұрыш берілген. Біріншісінің ұзындығы 8 пен 11 болса, екіншісі 4 пен x, яғни ені белгісіз, ұзындығы 4 сантиметр болғанымен. Енді төртбұрыш сызып аламыз. Бірінші төртбұрышымыз, екінші төртбұрышымыздың ені белгісіз. Берілген жазып алдық. Берілген жаздық міне, мына жерде 11 және 8, екіншісінің ұзындығы 4, ал ені берілмеген. Енді бір-біріне аудандары бір-біріне тек шамалас болғандықтан. Енді үшбұрыштың ауданы а көбейтілген 2. Формуланы біріктіремін. Қабырғалар ені мен ұзындықтарын формула бойынша есептеймін. Сонда x-міз белгісіз. X-ті есептеп тапқан кезде бізде 22 шығады. Бұл жердегі мынаның ұзындығы 22 сантиметр деген сөз. Екіншісінде айтқан тіктөртбұрыштың әрқайсысына диагоналдар жүргізілді. Бұл фигуралар тең құрамдас бола ма? Жауапты түсіндіріңіз. Қараңыздар. Әрқайсысына диагоналдар жүргізілді. Бола ма, болмай ма, соны айтуымыз керек. Енді бізде ереже бар, ереже бойынша жазсақ, егер екі фигураны қостан өзара тең бөліктерге бөлу мүмкін болса, онда бұл фигуралар тең құрамдас болады деп атаймыз. Біздің ережемізге сай келеді, сол үшін жауабы болады болып есептелінеді. В варианты бойынша. Екінші есеп бойынша бізде қараңыздар. АВС үшбұрышының А бұрышы 45 градус, ал VH биіктігі АС қабырғасында AH және HC кесінділеріне бөледі. Олар 11 сантиметр және 24 сантиметрге тең. Осы үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Қараңыздар. Берілген жазып алдық, сызбасын сыздық. Енді бізде биіктік бойынша түсірілген үшбұрыштың ауданын анықтауымыздың формуласы S тең 2/1 А көбейтілген. Яғни қай қабырға, сол қабырғаға түсірілген биіктікті көбейтеміз. Егер мына қабырға болса, осы қабырғаға түсірілген биіктікті көбейтеміз. Сол қабырға және сол қабырғаға түсірілген биіктікті көбейтеміз. Естеріңізде болсын. Енді А қабырғасы деген сөзіміз міне. А қабырғасы мына жердегі мына қабырға. Бұл деген сөзіміз AH пен HC-ның қосындысына тең. Сонда 24 пен 11-ді қосамыз. Екеуін қосқан кезде бізде 35 шығады. Сонда А қабырғасы 35 сантиметрге тең деген сөз. Мына жердегі VH бізде А қабырғасына түсірілген биіктік. Сонда екеуін бір-біріне көбейтіп 2/1-ге бөлсек, бізде аудан шығады. Қараңыздар. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы, ол ереже бар, 180 градусқа тең. Тіктөртбұрыш түскен кезде әрқашан 90 градус бұрыш жасайды. Мына жеріміз 90, мына жеріміз 45 болса, үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180. Сонда мына қабырға, мына бұрышымызда бізде 45 деген сөз. Сонда біздегі мына екеуі бізде тең бүйірлі үшбұрыш болады. Тең бүйірлі үшбұрыш болған кезде AH та VH та екеуі бізде бірдей мәнге тең. Яғни VH-мыз бен AH-мыз 11 сантиметр, яғни екеуі де бізде биіктікке тең болып тұр. Сонда формулаға қойып есептейміз. 2/1 көбейтілген 35 көбейтілген 11. Нақты сан шықпайды, жуықтап алып шығарсақ болады. Жуықтап емес, бөлшек арқылы, аралас бөлшек арқылы жазып қойдым. 385-ті 4-ке бөлсек, 192-ден көбейтілген 2/1. Яғни араластан түрінде 192/2/1 сантиметр квадрат шығады екеуінде де. Немесе бұларды бұлай жазсақ, бөлшек түрінде үтір арқылы ондық бөлшек түрінде жазып қойсаңыздар да болады. 192/10-5 деп те жазсаңыздар болады. Екеуі де бір мағынаны береді. Келесі үшінші есеп дейді. Үшінші есепте айтылған бізде табандары 20 см және 44 см, ал диагональдары сүйір бұрыштарының бисектрисалары болатын тең бүйірлі трапецияның ауданын табыңыз дейді.
Берілгені бойынша жазып алдық. Ереже сызбамыз міне. Сызба бойынша трапецияның ауданының формуласы екі қабырғасын қосып, екіге бөліп тек биіктікке көбейткенге тең. Мына сызба бойынша қараңыздар, ВС пен АД бір-біріне параллель түзулер болып тұр, иә? ВЕ мен СФ бір-біріне биіктік. Енді мына жердегі асы бізде қиюшы болып тұр. Сонда бізде қараңыздар. Мына екі қабырға бір-біріне тең деген сөз. Сонда АВ мен ВС-ның мәндері бірдей. Бізде ВС ережеде берілгенде бар 20 см. Сонда АВ қабырғасы 20 см-ге тең деген сөз. Тең берілі үшбұрыш болып тұр ғой АВС. Сонда тең берілі бүйір қабырғалар бір-біріне тең. Енді бізде мына анықтап алуымыз керек. Мына қабырға бойынша. Мына жеріміз бізде белгілі болды, 20. Мына жерімізде 20 болды. Енді мына қабырғасын анықтап алсақ, кейін биіктікті анықтаймыз. Сонда қараңыздар, мына жерде берілген 20, ал мынау біздегі ады 44 деп тұр. Сонда біз мына 44-тен 20-ны азайтамыз да 2-ге бөлсек, мына екі қабырғасы шығады деген сөз міне. Мына қабырға мен мына қабырға бір-біріне тең деген сөз. Сонда біз 44-тен 20-ны азайтсақ, 24-ті 2-ге бөлсек 12. Біздегі АЕміз 12. Енді қараңыздар. Бұл жерде біз катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең деген ереже бойынша шығарамыз. Тікбұрыш бойынша. Тікбұрышты үшбұрыш. Енді сонда анықтаған кезде 20-ның квадратына 12-ның квадратын азайтамыз. Ол деген сөз біз 4-144 азайтсақ 256. Бізде 16-ны береді. 256. Сонда жалпы формулаға қойып есептеген кезде ауданымыз бізде ауданы тең болады 512 см квадратқа. Сонда жалпы трапецияның ауданы 512 см квадрат.